Сіздер ме балалар? Бүгінгі тақырыбымыз заттарды санау. Бірінші тапсырмада суреттегі заттарды сана, неше сөзін пайдаланып сурет бойынша сұрақтар құрастыр. Ал біз қандай заттарды көріп тұрмыз? Біз тарелкаларды көріп тұрмыз, ал бірге санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни 6 тарелка бар екен. 1, 2, 3, 4, 5 стакан. Дастарханның үстінде бір стаканды бала қолмен ұстап отыр, сонда жалпы 6 стакан бар. Және де 1, 2, 3, 4, 5, 6 қасық бар екен. Енді сұрақтар құрастырайық осы заттарға. Суретте неше тарелка бар? Неше қасық бар? Неше стакан бар? Нүктелер мен саусақтар қандай сандарды көрсетіп тұр? Осы сандардың жазылуын карточкалардан көрсет. Бір нүктемен бір саусақ бір санын көрсетеді. 2 нүктемен 2 саусақ 2 санын көрсетеді. 3 нүктемен 3 саусақ 3 санын көрсетеді. 4 нүктемен 4 саусақ 4 санын көрсетеді. 5 нүктемен 5 саусақ 5 санын көрсетеді. 6 нүктемен 6 саусақ 6 санын көрсетеді. 7 нүктемен 7 саусақ 7 санын көрсетеді. 8 нүктемен 8 саусақ 8 санын көрсетеді. 9 нүктемен 9 саусақ 9 санын көрсетеді. 10 нүктемен 10 саусақ 10 санын көрсетеді. Енді сандарды тура ретпен атайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кері ретпен атасақ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Үшінші тапсырма. Бір затты жасыр. Ол реті бойынша нешінші тұрған досыңа айт. Біз бірінші суретте 4 түрлі зат көріп тұрмыз. Енді сұрақ құрастырайық. Мысалы, аю нешінші тұр? Бірінші тұр жауабы. Екінші суретте неше түрлі ойыншықтар көріп тұрмыз. Ұшақ нешінші тұр? Жауабы екінші тұр. Төртінші тапсырма. Заттарды сана. Олардың санын карточкалардан көрсет. Бірінші суретте бір зат көріп тұрмыз. Яғни ол бір санымен сәйкес келеді. Бір зат бір санын. Екінші суретте 1, 2, 3, 4 зат көріп тұрмыз. Яғни ол карточкадан 4 санымен сәйкес келеді. Үшінші суретте 1, 2, 3 зат көріп тұрмыз. Ол 3 санымен сәйкес келеді карточкадағы. Төртінші суретте 1, 2, 3, 4, 5. 5 зат көріп тұрмыз. Ол 5 санымен сәйкес келеді карточкадағы. Одан кейінгі суретте 1 және 2. Көбік пен аю тұр. Яғни ол 2 санымен сәйкес келеді екен.